Достар, қарап жіберіңіздер. Мінекей, менде қазір спицада 52 петля, осы 52 петля менде 24 сантиметр болып тұр. Ал бұлай мына 16 қатар 5 сантиметр болып тұр. Енді осыдан әрі қарай біз есептеп шығаруымыз керек мына размерлерді. Мысалға қарабаңыздар. Енді мен 27 балаққа дейін, ауға дейін 27 сантиметр қолым керек. Ширинаны мінекей енін, ал ұзындығын мен 16,5 сантиметр қолым керек. Сіздер мінекей өздеріңіз қарап алыңыздар. Мен басқа видеоларда скриншот жасап алыңыздар дегем. Осы мына комбинезонның есебін скриншот жасап алыңыздар, қыздар, өтініш. Сол кезде жұмыс жасау оңай болады. Мінекей 16,5 сантиметр, Осы 16,5 сантиметрді мен сантиметрде мына ширинаны 27 сантиметрге жеткізуім керек. Ақпат. Ол үшін есептейміз. Мінекей 52 петля 24 сантиметр, ал 27 сантиметрде мен қанша петля шығарым керек. Ол үшін не істейміз? 27-ні былай көрсетейін сіздерге түсінікті ол үшін. 24 сантиметр менде тең 52 петляға. Енді 27 сантиметрде қанша петля болады табуым керек. Ол үшін 27 мен 52-ні көбейтемін және 24-ке бөлемін, мынаған бөлем. Сол кезде менде шығады, мен есептеп қойғам жаңа. Примерно 58 петля ғой. 58, 59, сізден 58 дей берейін. Менде 58 петля шығу керек. Ол үшін 58-ден аламыз 52-ні, сонда мен 6. Енді общий мен анау 16,5 сантиметрге жеткенше ұзындығы мен 6 петля ғана қосам. 6 петля қалай қосылады бізде? Мына екі жақтан, мына жақтан бір петля қосады, мына артынан бір петля қосылады да. Сонда менде бір қатарда мен 2 петля қосам ғой, сонда 6-ны 2-ке бөлеміз да 3. Сонда мен тек 3 рет қана қосам. Енді соны есептеймін. Қанша қатар сайын мен петля қосам, соны есептейміз. Ол үшін былай есептейміз. Так. Бес сантиметрде менде тең ол 16 қатарға, Енді 16,5 сантиметр болу керек қой менің ұзындығым. 16,5 сантиметрде менде қанша қатар болады? Осыны есептеймін. Ол үшін 16-да 5-ті көбейтемін 16-ға, бөлемін 5-ке. Сол кезде менде шығады, так, 52 қатар. Сонда мен енді 52 қатар тоқимын. 52-ні енді біз 3-ке бөлеміз. Себебі общий біз жаңағы 16,5 қатар шығару үшін округлять етейін, өткені 52-де 8 шығады, 54 дей салам. Енді мінекей 54 қатар. Енді 54 қатарды мен 3-ке бөлем. Себебі 6-ны біз 2-ке бөлген едік, сол кезде 3 болған. Мен сонда тек 3 рет қана, 16,5 сантиметрден 3 рет қана петля қосам. 2 петлядан 3 рет қана қосам. Енді 54-ті 3-ке бөлген кезінде, так, 18-ден келеді, 9, 18. Әрбір 18-ші қатарда мен 2 петля қосам. Ол қалай қосылады? 18-ші қатарда мына жақтан 1 петля, мына жағынан 1 петля қосып отырам. Әрбір 18-ші қатарда, қыздар. Осылай есептейміз. Енді мен 38-бен есептеп жатқан көрсетіп берейін, бір рет оңай болсын. Тағы да бір рет жаңағы есептеп көрейік, түсінікті болу үшін, Мысалға, сіз 38 петлямен, енді бұл примерный, мысалға алған, ол келмеу мүмкін. 38 петля. Так, 38, ол 48 болады екен ғой. Қосылғаннан кейін 48 петля болды. 48 петля бізде неше сантиметрді? 23 сантиметрде есептеймін, қыздар, бірақ әркімнің тоқысы әртүрлі. Мысалға мен бос тоқимын, біреу оны қатты тоқуы мүмкін. Сондықтан
Осылай есептеймін, сіздер өздеріңіздің есептеріңізді аласыздар. Мына жерде мінекей 48 петляда қанша сантиметр болды және 16 қатарда қанша сантиметр болды. Сіздер бұны өздеріңіз есептеп шығаруларыңыз керек. Менің есебіммен шығармайсыздар. Мысалы 48 петля 23 сантиметр болды деп есептесек, мысалға мына жерді 16 қатарды бір 4 сантиметр деп есептеп көреге. 4 сантиметр бұл 16 қатар болады. Мына жерде 16 қатарды 4 сантиметр шықты деп есептейік. Есеп бойынша сіздер мінекей 24 сантиметр мінекей 38 бен бастағандарда 24 сантиметр болу керек. Яғни сіздер 1 сантиметр ғана қосасыздар. Мына жерге жазамыз плюс 1 сантиметр. Ол 24 сантиметр болу керек, е? Енді есептейміз. 48 петляда 23 сантиметр болса, 24 сантиметрде қанша петля болады? Осыны табуымыз керек. Ол үшін сіздер 48 бен 24-ті көбейтесіздер да 23-ке бөлесіздер. Сол шыққан санды есеп. Так, 50-де 0,8 деп шығып жатыр. Енді примерно мен 52 деп аламын. 52 петля деп аламыз. Сонда 52-ден 48-ді алған кезімізде 4 болады. Яғни 4 петля. Сіздер мысалға 4 петля қосуларыңыз керек. Мінекей 12,5 ұзындық 12,5 сантиметр. Осы 12,5 сантиметр ұзындықта сіздер тек 4 петля ғана қосасыздар. Ол 4 петля бізде тағы да 2-ге бөлінеді, сонда 2 рет. Сонда тек сіздер 12,5 сантиметр тоқығанша тек 2 жерде ғана қосатын боласыздар. Енді бұл примерный расчет. Бұл расчетпен алмаңыздар, өздеріңіз расчетпен аласыздар. Ары қарай енді қатар санын есептейміз. Мінекей 4 сантиметрде біз 16 қатар бар деп есептедік, е? Примерный қыздар. Бұл мен жазып қоймаңыздар. Әркім өзінің несін есептейді. Мысалы 4 сантиметрде 16 қатар. 16 қатар бізде 4 сантиметр болды деп есептейміз. Енді бізге общий керек 12,5 сантиметр, е? Ұзындық. Енді 12,5 сантиметр шығару үшін қанша қатар? Оны былай есептейміз. 12,5-ды көбейтеміз 16-ға, бөлеміз 4-ге. 50 шығады. Сонда сіз 50 қатар тоқисыз примерно. 50 қатарда сіз тек 2 рет қана қосасыз. Сонда бұны 2-ге бөлген кезінде 25. Сонда 25-ші қатарда сіз 2 петля қосасыз. Мысалға мынаны есептеп келсеңіз, 25-ші қатарда мына жерден 2 петля қосады деп есептейді. Яғни бұл примерный расчет, қыздар. Мен тағы да бір рет есептеп көріп атырмын, түсінікті болу үшін. Енді ары қарай тоқуды жалғастырамыз. Мен өз размерім бойынша тоқимын. Сіздер осы расчеттар бойынша өздеріңіздің размерлеріңізді шығарасыздар.